спортқа қалай келген сәтіңіз бізге қызық болып отыр. Қалай бастап кеттіңіз? Жалпы не түрткі болды спорт залына баруға? Жүзуден бастадым дедіңіз, иә? Екі көзі мүлдем көрмейтін кісілерді көрдім. Екі қолы түбінен жоқтарды көрдім. Олар қалай теннис ойнағандарын көрдім. Әр жаттығуға бару үшін қаншама қиындықтардан өтіп барасыздар, иә? Ол қарапайым адаммен салыстыруға келмейді. Қыста әрине қиынырақ, себебі суық өте, спортшыларға да қиын жетуге. 3 сағаттай дайындаламыз. Аптасына 3 күн. Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым. Бүгін сіздермен жаңа жоба. Барыстар спорт подкасты Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастамасымен жүзеге асып жатыр. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары өте қайсар және жігерлі жандар. Қонақтарымызбен таныстыра өтсек. Азамат Нұралиев пара қол күрестен 2 дүркін әлем чемпионы және Дания Кәрібек пара оқ атудан Қазақстан Республикасы спартакиадасының жеңімпазы. Қош келдіңіздер. Енді әңгімемізді сіздердің жалпы осы спорт саласына қалай келгендеріңіз, спортшы мансабын қалай бастағандарыңыз жайында содан бастасақ. Дания ханым, бастаңыз. Мен 8 жыл негізі биге қатысқан қызбын, өзі басында сау болып жүріп, 12 жасымда тіземісе бастап, ревматизм диагнозы қойылып, 2020 жылы өстіп коляскаға отырып қалдым. 8 ай төсекке жатып қалдым. Содан кейін мне уже 4 жыл болып қалды, я коляскада отырым. Мен 2023 жылы паралимпийцы деген кино көріп, өте қуанышты болып, жаңағы бас актерлер өте керемет жеткізді өздерін. Маған да қуанышты болдым және жігерлендіңіз, иә, сол киноны көріп. Сізге себеп болды ғой бастауыңызға? Себеп болды, иә. Соны ойлап, жаңағы машинада келе жатып ойладым, сөйтіп көріп едім ғой, осылай паралимпийц болсам екен деп армандаған бір аузымнан шыққан болатын. Міне шүкір Аллаға 1 жыл болды, міне оқ атуға қатысып жүрмін. Осы 1 жылдың ішінде менің 3-ші жарысым, 24 жылдың апрель айында қатысып, май айында черка атып алдым Қазақстан чемпионатын. Және де июнь айында барып біз Сербияға бардық, Белград қаласында кубок мира болды. Соған қатысып, жай қатысу үшін, барып көріп үшін, қалай екен, тәжірибе жинау ретінде. Енді мынау 7-ші спартакиаданы кеше ғана жаптық. Өте қуаныштымын, жақсы результат көрсеттік Алматы облысы. 2 рет алтын алдым. Сол. Сонда бар болғаны 1 жылдың ішінде осындай керемет нәтижеге жетіп отырсыз. Демек сіздің жалпы атуға, мергендікте өзіңіздің қабілетіңіз бұрыннан бар болып тұр ғой? Сөйдейді, бірақ мен байқамадым. Басында қатысып бастағанда ағайым потенциал көріп менен ары қарай жалғастырып, мен уже профессиональный түрде қатысып бастап отырмыз. Ал ол қандай зал және жаңа сіздің потенциалыңызды байқаған ол қандай бапкер, аты жөнін айтсаңыз? Менің тренерім Айдос Жылқышынов. Бұл негізі мені 23-ші жылды аяғында шақырған, январьда Қамқор жүрек деген бізде ұжым бар, инвалид ұжымы. Соның бастығы мені шақырды, январьдан бастап жұмысқа кел деп. Сол 4 ай істедім о жерде. Сол жерде қыздармен танысып, олар инвалидный дресс бар бізде Қапшағайда. Сол жақта жүр бірге қатысайық, көр спортты деп мені тартатын. Сон біріншіде тоғызқұмалаққа қатысқам, армрестлингті да көргем, маған көңіліме жақпай, мен кемес деп, сон бір күні
апрельде басында жүр осылай тренер келді оқатудан, көр деп, барайық көрейік. Сөйтіп қатысып, тренерім да ұнады, атуым да ұнады. Ойладым, бәлкім осы мекен менің алдыдағы қайтым болды. Сіздің өмірлік мүмкін жаңа мақсатыңыз сода болуы мүмкін деп өзіңіз солай мүмкін деп қатысып, шештіңіз. бел буып. Керемет. Енді нәтижеңізге қарағанда ол шынымен шындыққа жанасатын сияқты сіздің сол ойыңыз. Демек, бірнеше спорт түрінде өзіңізді көрген екенсіз, иә? Мақсатты түрде спортпен айналысам деген ойыңыз болды. Ал үйдегілер қандай қолдау білдірді сізді спортпен шұғылданам дегеніңізде? Мамам басында таңғалатын, жұмыста отырсам сен мына жақ спорттасың, бір жақ мына жақ спорттасың деп. Жоқ, әке-шешем о дегенмен қолдап, тренермен сөйлесіп, осылай олимпийский Олимпиадалық спорт болғандықтан кейін бұл жерде несі көп деп, приоритеті көп деп, сөйтіп қолдады, әлі күнге дейін қолдайды. Алдында менің жарысым болған кезде де әке-шешем жүрді. Мен үшін переживать етіп, финалда қолдары дірілдеп, қолдап, солардың тілектерімен сөйтіп бірінші орын алдым деп ойлаймын. Керемет, өте қуаныштымын. Көп рахмет. Азамат мырза, енді өз оқиғаңызбен бөліссеңіз, алпа қалай бастадыңыз? 2 дүркін әлем чемпионы деген енді кәдімгідей ауыз толтырып айтатындай нәтиже. Есімім Азамат Нұралиев. Қазір жасым 37-де. Мен бұндай жағдайға спортқа келу себебім 2014 жылы бізде өзім жұмыс істегем, кислородный баллон деген жарылып, 2 аяғымнан и бір қолымнан айырылып қалдым. 2014 жылы, ол кезде 26-да болғам. Сонымен естеймін, 2014-тен 2017-ге дейін 3 жылдай, кіміз айтып жатыр ғой, бізде барлығы сондай жүргеннен кейін, сразу мында коляскаға отырып қалғаннан кейін сразу ойлайсың, мен жүріп, қалай осылай отырып қалдым деп, қиналып, стресс деп айта алмай жатырмын. Стресске түсесің, 3 жылдай стресстен шыға алмай, даже өзім достарым келсе де сөйлеспей дегендей. Енді жүрген адам сразу коляскаға түсіп қалған, білмеймін, жалғыз өзім түскендей болды коляскаға. Әлемде енді потом осындай спортқа келіп біліп жатырмыз ғой, неше түрлі адамдарды. Сонымен кішігірім психологияның сабақтарын оқып, 2017 жылы спортқа келдім. Ең бірінші спортым тоже менде легкая атлетика болды. Легкая атлетика болғанда жүзу бар ғой, содан. Жүзуден бастадыңыз. Осы Талдықорғанға бардық. Сол кезде Алматы облысы адам болып, Алматы облыстан примерно бір автобус болып бардық. Сол кезде 86 адамдай болдық па, сондай әлі есімде ғой. Сол кезде бір тірілгенім, көзіміз ашылғаны, 2 көзі мүлдем көрмейтін кісілерді көрдім. 2 аяғы менде тізеден жоғары бірі, тізеден төмен бірі ғой. 2 қолы түбінен жоқтарды көрдім. Олар қалай теннис ойнағандарын көрдім. Мынандай 2 аяғы түбінен жоқ деген енді тізеден жоғары болса кішкене қиындау болады, өзім жағдайым білем ғой. Менікі мынандай екінші аяғым бар ғой деген сияқты. Кішкене жігерлендіріп, мен шүкіршілігім артып, кішкене көрсең ғана біледі екенсің да адамдарды. Жалғыз өзің осылай болып қалды ма деп. 2017-де сонымен соған келдім, 1 жылдай дайындалып, 2018-де облыс Қазақстаннан, Тараз қаласында Қазақстан чемпионы болдым, жүзуден. Сонымен мен жүзуден өзім энергиям былай, энергичный дейді ғой, сондай кішкентай бала кезінен өзім спортқа жақын болғасын. Бізде енді бір спортта былай жүргім келмейді.
бір спортта жүргенде де жаңағы до конца патология дейді ғой спорттың. Шыңына жеткім келді. Қалай жетем деп, онымен жүзуден былай сөйлестім, главный тренерлермен сөйлестім. Онымен былай жолдары болмады шығатын. Потом өзімнің ұнатқан қол күресіме 2019-да келдім. 2019-да қатыстым. Тоже бізде облыстан бастайсың бірінші. Облыс, Қазақстан, Азия, әлемге шығасың. Оны мен ешқайда шыға алмай жүрдім, тәжірибе жинап. 2021-де аяқ астынан бізде Айнұр Тұрсынбаева деген кісі бар ғой, сол қолдап, спонсор керек болып қолдады. И сол кезден бастап мен Румынияға бардым. Ол кезде енді өзімнің күшіме сеніп, кәдімгідей енді ол жерде енді действительно қол күрес болғанда өзің күшіңе сенгенмен ол жерде техника деген бар, тренермен дайындалу керек деген бар. Оның барлығы болмай, өзім күшіммен үйде дайындалып, спорт залға барам, білмеймін ешқандай. И бардым, жеңіліп қалдым. Ол жерде вообще орын алмадым. Ол жерде 2 рет жеңілсеңіз болды спортта. 2 адаммен, ол жерде мысалы 50-60 мемлекет болады ғой. 2 адамнан жеңілсең, уже сіз шықпайсыз, уже орын жоқ деген есеп. Сондай жеңілгесін қандай сонша енді бізде спонсормен ақшасын төлеп отыр. Сондай жағдай болды. Мен де енді тоже қиналдым. Адам бір кісілер сеніп жіберді ғой деген сияқты. Онымен намысқа беріліп келесі жыл дайындаламын деп өзіме негізі бұл спортқа кез келген кісілерге айтамын, спортқа негізі өзің көңіл бөлу керек екен. Өзіңе өзің қаражат жұмсау керек екен. Ол жерде питание деген бар, витаминдеріміз бар деген сияқты. Өзіңмен өзің дайындалуға болмайды екен бұл жерде. Бұл жерде тренермен осында Алматыда тренерларға, Қаскелеңде тренерларға, осы Алматы облысынан ғой өзім. Фабричныйда тренерларға, барлық тренерларға барып, жан-жақтан тәжірибе жинап, әр тренер әртүрлі үйретеді ғой енді. Әркім бірдей емес барлық тренер. Тәжірибе жинап, Алланың қалауымен Түркия елінде Анталия қаласында 1-ші орын алдым. Сол немен ғой, еңбектендім. 2-ші жылы осы бізді әлем чемпионатына 2023-те ма? Неде болды? Алматыда болды осы. Өзімізде болды. Ол жерде тоже солай сол немен дайындалып, арқыммен дайындалып, тоже 1-ші орын алдым. Ол кезде бізде уже жеке тренерлеріміз болды Қаскелеңде. Осы біздің жаңағы Қонаевта, ЦСП-дағы нелер, федерацияларымыз. Яғни дайындықтың сапасы жақсарды сіздерде. Жақсарды. Мен өзіме тренерға жаңағыдай қаражат жұмсамай, только питаниеме жұмсап деген сияқты. Онымен бізде қазір мықты тренер бар. Сонымен дайындалып, 2-ші рет әлем чемпионы болдым. Алланың қалауымен 2024-те тоже бізде бар. Осы қол күрестен мысалы трехкратный деген чемпион болсаңыз, заслуженный еңбек сіңірген ЗМС дейді ғой, сондай береді деп ниеттеніп барып, бірақ Молдова қаласында жеңіліп қалдым. Енді осы жыл Алланың қалауымен осы жыл енді мықты дайындалып жатырмын. 3-ші рет аламын. Биыл өтетін чемпионатқа, Биыл өтетін, Болгарияда болатын. Азамат мырза, көбісі білмеуі мүмкін, мысалға пара қол күресте қандай санаттарға бөлінеді сіздер, мысалы әлем чемпионатына барғанда жас дәрежесі бойынша ма, немесе салмақ дәрежесі бойынша қалай сынға түсесіздер? Бұл жерде мен түсетінім бізде екі салмақта. Негізі жастарда бар, ересектерде бар. Бізде дені сау мүмкіндік шектеулі жан дейді ғой. Пара дейді да бізде. Енді ден сауларын білмейді, оны ден сауларды көріп, нақты өзімдікін айтайын, өзіміздікін. Бізде килограммға, мысалы, ерлер коляска деген бар,
сидя деген бар, стоя деген бар. Стоя дегендер ол құлақтан и көзден деген сияқты. Олардың да каждыйында 55-60 жоқ, көздерде 60-70 плюс солай кетеді, 80 деген сияқты. Сидияда 55-65-75 килограммдар бөлінеді. Именно менің салмағымда, менің категориямда только екі категорияда ол жерде. Бізде 80 плюс деген. Мен өзім салмағым 59-60, қазір 60 болып тұрмын. Бірақ мен 80 килограммдармен шығамын. Қарсыластарыңыз 80 Қарсыластарым болды. мықты, ол үлкен Олардың мықты күші де көбірек деген сөз ғой енді. Күші де көбірек. И 80 плюс деген екі салмақта. А менде только сидя, мына қолымызды байлап тастайды еще, нерабочий қол болғасын, былай артқа байлайды да, бір қолмен күресеміз. Бір қолмен оңай емес, енді оған да техникаларын барлығын үйрендік, Алланың қалауымен. Осы жыл мақсат қойып отырмыз, қазір дайындық үстіндеміз. Бір әлем чемпионатында қанша кездесу өткіздіңіз? Қанша қарсыласпен кездестіңіз? Ол жерде ма? Бізде ең біріншінде 5 адаммен кездестім. Одан кейінгі тоже 5 адам. Енді осы жылы білмеймін, енді көреміз. Негізі 61 мемлекет болды өткен жылы. 61 мемлекет. 61 мемлекет болды. Басқа қарсылас болғасын, менде бір қол болғасын, сондай. Енді 5 қарсылас деген 5 айналымнан өттіңіз деген сөз ғой, жеңіп. Түсінікті. Жаңа Азамат мырза, сіз бір кезеңді айтпай өттіңіз, 3 жыл күйзелісте болдым дедіңіз де. Ары қарай спортқа қалай келген сәтіңіз бізге қызық болып отыр? Қалай бастап кеттіңіз? Жалпы не түрткі болды спорт залына баруға? Жүзуден бастадым дедіңіз, иә? Сол күйзелістен шығып, өзіңізді жеңіп, жаңағыдай жігерлендіріп, қалай бардыңыз? Сол алғашқы қадамыңыз қандай болды, сол туралы айтсаңыз? Алғашқы қадам енді Алланың қалауымен өзімізде ұлдарым бар, қыздарым бар. Ана 4 бала шағам бар, соның барлығы енді ер азамат болғасын, үйде қарап отырмай, кішігірім шығып, елге шығып, сыртқа шығып, жаңа қоғаммен араласып, қалай өзімнің еңбек ақымды қалай табамын деп жолдарын қарастырдым. Оған дейін де мен істемеген жұмысым жоқ. Осындай жағдай болсам да запускалат болып істедім, компьютерда жағы 1С дегеннен оқып алдым. Ондай жағдайлар көп. Оны мен өзіме ыңғайлысы, енді қалай да ақша табу үшін, бала шаға үшін барлығына барасыз ғой. Оны мен өзіме жақын осы спортқа болғасын. Спортқа келгенім, өзімнің балам Қазақстан чемпионы ғой, мына ең үлкен балам таеквондодан. Сол кезде 2017 жылы келдім деп қалай келгенімді айтайын. Бізде мына Қарасай ауданында Қазақстан чемпионаты болды таеквондодан. Сол кезде мен бұлай балдақпен баламды жеңіп шығып такси ұстап тұрғанбыз жолда ауылға қайтуға. И жанымнан, артымнан бір Тажғали Қожамұрат деген кісі, өзіміздің қазір тренеріміз, сол артымнан ұстап, сен жігіт чемпионсың ғой деп, спорт жігітсің ғой дейді маған. Қарадым да, аға, мен көріп тұрған жоқсыз ба, мен жағы балдақтамын, ол кезде кішігірім стрессіне бар, балдақтамын, менде қандай спортшы шығады, мен қолымнан ештеңе келмейді дедім. Жоқ, сен нағыз спортшысың, мен біліп тұрмын, сол үшін келіп отырмын. Мен осындай мүмкіндік шектеулі жандардың осындай федерациямыз бар, осындай мүмкіндік шектеулі жандар бар. Сен бір күні кел маған деп визиткасын беріп кет. Кел, осындай көреміз. Бірақ айтады, мен жағдайыма қарап, шашка, шахмат деген сияқты жаңағыдай ойындарды айтты. Аға, мен жоқ ондай ойындарға бас бермес, маған физически болса деп ойладым. Сонымен болды, ол да бар ғой деп. Сонымен сол ғой 2017-де осылай кездесіп 2017-де жаңағы неге барғам, Талдықорғанға бар, сол кісімен. Сол кісі алып барды. Солай келдім ғой спортқа. Балам себепші болды. Бір жағынан кез келген саланың дамуы үшін және керек адамдар сол жерде жүру үшін сондай жанашыр адамдардың болуы маңызды, иә? Мысалға, сізді көшеден көріп сонда не істеп тұр ғой, шақырып тұр, иә, спорт саласына. Енді Алланың қалауы, Алла осылай. Енді өз ісіне шын берілген жандар деп айтуға болады оларды. Енді
көп адамдар қазір мысалға жағдай көп жасалған сайын сылтау көп айта береді да, мысалға жол алыс, барайын десем жол алыс, шаршаймын, күн ыстық, тағы басқа. Ал сіздер былай қарасаң әр жаттығуға бару үшін қаншама қиындықтардан өтіп барасыздар, иә, ол қарапайым адаммен салыстыруға келмейді. Пара спортшы қалай жаттығу жасайды және сол жаттығуға жету жолдары қалай? Сол туралы айтып берсеңіз, мысалға күнделікті қалай барасыз, қалай келесіз, жаттығуда қалай, немен айналысасыз? Мен егер қыс болмаса коляскамен өзім барам. Жолда әрине кішкене Жақын жерде үйіңізге? Мен 20 минутта жүремін коляскамен. Коляскамен 20 минут. Бір-екі жерлер бар, қиындық тудыртады. Одан да айналып өтіп жол таптық. Барғанда мен ертерек баруға тырысамын, себебі бізде куртка киіледі, оған денең үйрену керек, денең қызу керек, кішкене жаттығу жасау керек. Бір сағатта егерде барам. Барып, сосын тренер мылтығым, орындығым бәрін қойып береді. Бір сағаттай жаттығу жасаймын. Сөйтіп қайтам. Ол қапшағайды болса. Біз алдында, мысалы, ЦОПта дайындалғанбыз. Ол әрине өте керемет жер, ЦОП деген ұнады. Сол дрейстің инватаксисі апарды, аптасына 2 рет болды. Кейде әкем апарды. Әрине ол үшін тағы да 1-2 сағат ерте тұрып, жол кетеді, уақыт 1 сағаттай. Дегенмен, егер алдыда мақсат тұрса, менің ойымша ешқандай кедергі жоқ. Еш нәрседе. Иә, расымен де. Сонда сіз ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ өзіңіз жаттығуыңызға барып келіп жүрсіз. Керемет. Ал жаңағы олимпиадалық орталық, ол осы Алматы облысындағы жаңадан салынған республикалық олимпиадалық орталықты айтып отырсыз ғой. Сонда ол жерде жалпы дене мүмкіндігі шектеулі жандарға да спортпен шұғылдануға жағдай жасалған, солай ма? Арнайы сондай бөлімдер бар ма ол жерде? Иә, бізде ату орны жеке. Біз о жақта оқу жиын жаттығуын жасадық. Апрельдің басында, майдың басында. О жақта кәдімгідей жатып, гостиницасында барып жүретіміз дайындыққа. Соның арқасында әрине о жақта күнде 2 рет жаттығу жасайсың. Өте результат жақсы көтереді. Соған енді ойлаймын кейде доступна болса деп, мысалы, кей кезде любой уақытта келіп дайындалсам деп ойлаймын. Бірақ оған әрине мүмкіндігіміз кішкене аздау. Но менің ағайым барынша тырысып отыр. Яғни нәтиженің жақсаруына жаңағы жағдайдың қолжетімділігі өте маңызды. Бар. Ал жаттығу жиындарына қатысып тұрасыз. Азамат мырза, сізде қалай? Күнделікті жаттығуға баруыңыз қалай жүзеге асады? Күнделікті жаттығуға баруым басында жаңағы таксимен баратын едім. Өзіміз звондаймыз, келеді. Аптасына 3 күн, 2 күн жұмыс істейді, 3-ші күні бірақ өзім машинамен барам. Қазір болса, мен ол инватаксиға жүгінбей, өзім машинамен барып, ешқандай кедергі жасамайды, өзім кәдімгі. Үйде болсақ, коляскаға отырамыз, далаға шықсақ, только коляскамен отырғанда маған былай қиын болады. Былай жүрген кезде ешқандай кедергі жоқ. Сонымен Қаскелең қаласында, бірақ бізге примерно 20 шақырым жерге барып 3 сағаттай дайындаламыз. Аптасына 3 күн. Вторник, четверг, суббота күні. Қалған күндері үйде дайындалам. Воскресенье күні только демалам. Бізде қазір әлем чемпионатына дайындалып жатқаннан кейін күнде жаттығу. Ешқандай кедергі жоқ. Ал енді бұның барлығы, былай қарап отырсаң, қаншама қаражат керек осы жаттығудың барлығына. Кімнің тарапынан қандай қолдау көрсетіліп жатыр сіздерге? Осы көрсетіліп жатқан қолдау бар ма жалпы? ДРС барынша қолдау көрсетеді.
Алматы облысының спорт басқармасы. Сол жақта ағайым өз қолынан тир жасаған, ағашты кесіп нетіп өзі. Сол жаққа кейде дайындаламыз. Қыста әрине қиынырақ, себебі суық өте, спортшыларға да қиын жетуге. Мен Қонаевта тұрғанда маған жеңіл сол жаққа бару. Атак қалған спортшыларымыз бізде Алматыдан келеді. Оларға жолы бар, несі бар, әрине кішкене қиындау ол жағынан. Яғни Алматы облысында тұрып жаттығу керек, жақсы жағдай жасалады. Ал сізде қалай, Азамат мырза? Бізде тоже сол кісілер қолдайды. Бізде каждый жарыстан бірінші орын алғанда біздің жаңағы лицензия дейді, солымыз ашылады. Уже біз мирға да бара береміз, бірінші орын алған адамдар. Бізде бірінші орын алу дегеніміз просто бізде былай да, біздің мемлекетте олимпийский вид, не олимпийский вид деп бөлінеді. Олимпийский видте 3-4 орын алсаң да жақсы. Не олимпийский видте сол үшін біз бірінші орын алып солға тырысамыз. Өйткені жаңағы кімдер сияқты мынандай бізге арнайы жатып былай жасап жатқан жоқпыз. Жаңағыдай гостиницаға төлеп деген өзіміз барып келеміз. Өзіміздің спорт қаскескереңде бір кісі бар, Алмас аға дегенбіз. Сол кісі көмектесіп жатыр. Оған алдын неге алып баруға жаңағы дресс көмектеседі. Бірінші орын алуға тырысу керек қой, бізде не олимпийский вид болғасын. Енді ол заң тұрғысындағы нәрселер ғой, жалпы бізде еліміздегі заң бойынша. Түсінікті. Мен білуімше, Азамат мырза, сіз Алматы облысының бірнеше рет үздік спортшысы атандыңыз, жыл қорытындысы бойынша. Мен сол шараларда болғам. Сіз марапатталып, жыл үздігі атанып, сондай марапаттар алдыңыз. Ол марапат дегеніміз, ол да бір жағынан қызық. Бірінші орынға тырысасың, бірінші орынға марапат дегеніміз ол. Просто жылдың соңында жыл қорытындысы дейді ғой. Соған осы неге Қонаевқа шақырады. Сол жерде бүкіл Алматы облысының Алматы қаласы да, жоқ Алматы облысы, Алматы облысының бүкіл спортшысы әртүрлі видтен келеді. Күрес, ату, барлық бірінші орын алғандар сол жерде марапаттайды. Сол кезде көрген шығармыз. Дегенмен енді Алматы облысының жалпы спорт саласына өте жақсы көңіл бөлетін аймақ деп ауыз толтырып айтуға болады. Шынымен де енді біз жан жақта өңірлерде жүреміз, көреміз, сондықтан енді бәрі әсте өзгерістер жақсы жаққа қарай бола береді деп ойлаймын. Енді жаңаға марапаттарды айтып жатырмыз, жеңістеріңізді айтып жатырмыз. Әр жеңістен кейін, осындай әрбір марапат, сіздерге бөлінген көңілден кейін, сіздерде бір осы спортпен шұғылдануға деген мотивацияларыңыз артып, жігерленіп, одан самайын жаңа армандарыңыз көбейіп, сондай болады ма іште ойларыңызда? Иә, әрине. Одан әрі қарай олимпиадаға, шетелге шығуға жігерленесің. Өте күшті сезім. Бұл спортта негізі қызық қой, спортшы болған. Ел көресің, мемлекеттерді көресің. Оның арасында қиыншылықтар болады, қызық жағдайлар болады ол кезде, неше түрлі спортшылармен. Біріне айтып берейін сол. Оқиғаларыңыз болса, бізге де қызық. Бізде бір жылы бір мемлекетке бардық. Енді бізде мен бір коляска, ампутация дейді ғой бізде. Потом бір көзден бір естімейтін. Үшеуміз. Ана көзбен екеуі бір гостиница болғанда бір жағында жатады, бір комнатада. Бер жағында мен жатам. Көмекшіммен, өзім келіншегім болады, көмекшім. Біз келдік, бізді әкеліп тастайып, енді жаңағы біз көзі көрмейтін кісі бізді көмектесіп жүр. Сонымен бір жерге бардық. Ана құлақ естіпейтін бірге жатыр ғой олар. Бір комнатада. Ол ішінде жатыр, іліп тастаған есікті. Жаңағы кісіге айтам, прям бар, енді былай барады ғой, көзі көрмейді. Ана естімейді, жоқ, келесі есік деймін. Келесі есікке барған кез. Осы
енді қалай айтам дейді жаңағы, қалай естімейді, айқайласа да естімейді ана кісі ше. Мына кісіні қалай болады, қозғалды деп. Жаңағыдай қызық та негізі, көзі көрмейтін мен жаңағы глухонемой дейді, сол кісілер сондай жағдайлар болып тұрады. Бір-бірін толықтырып тұрғандай болғандай болып тұр ғой. Ана кісі әй деп айқайлайды, көзі көрмейтін кісі, ана кісі жатыр, есігін іліп, естімейді. Сондай жағдайлар болады, сондай кісілермен. Иә, расымен. Қызық жайлар, иә. Мен қашанда айтатыным, негізі кәсіби спортпен шұғылданатын жандар, мысалға қаншама күш жігер, физикалық тұрғыдан қандай мықты болу керек, күнделікті жаңағы жаттығуға 2-3 сағатын арнау үшін қандай өзін-өзі жаңағы сол жерге жаттығу залына апарудың өзі қанша күшті талап етеді ғой. Ал кәсіби спортпен айналысатын жаңағыдай жандарға сол қажет болса, сіздерге мен ойымша одан да 2 есе қайсарлық бар деп ойлаймын сіздерде. Өйткені сіздер ешқандай қиыншылыққа мойымай, еш нәрсеге қарамай, осы кәсіби спортпен шұғылданып жүрсіздер. Осы бағдарламамызды көп жастар қарайтын шығар, көп артымыздан еріп келе жатқан ұрпақ қарайды. Соларға айтар қандай тілектеріңіз болады? Мүмкін тілек, жаңағы өзінің бір проблеманың енді үлкен кішісі болмайды деген, әркімнің өзінің өмірінде бір ойландырып жүрген, оны тоқтатып жүрген проблемалар болуы мүмкін. Соған қарамастан жаңа бастарыңды тік ұстап, ары қарай мақсатқа қарай жылжи беруге ілгері сондай бір жігерлендіретін сөз естігіміз келеді сіздерден. Мен бұрын ойлайтынмын, осылай паралимпиада және олимпиадаға қатысатын адамдар қалай ол мүмкін емес, андай өзімді орнына қойып көрмейтін, өйткені бір биік бір жерде тұратын сияқты. Қазіргі жастарға айтатын, қатысыңдар, спорт өте керемет, қазір өте көп мүмкіндік бар, есік ашық әрдайым, қатысып бір өздерінің орындарын тапса деп ойлаймын. Осылай Қазақстан туы желбіреп, әрқашанда спортшымыз көп бола берсін. Рахмет. Азамат мырза? Мен жастарға, мүмкіндік шектеулі жандарға айтатыным, келіңіздер спортқа. Спорт деген өте жақсы достар табасыз бұл жерде. Бұл жерде спортта мақта қолдаулар болады мемлекеттен. Қазір интернет көп, интернеттен жазсаңыз, әр облыста, әр жаңағы федерация деген бар, мүмкін шектеулерге жазсаңыз, барлығы спортты қолдау болса, спорт жағынан келе беріңіздер. Менің қолымнан ешқандай спорт келмейді деп ойламаңыздар. Әр адам өзіне сай спорт табылады деп ойлаймын. Жаңағы айтып жатқан шахмат, жүзу, ату, біз өзіміз солдай бір өзімізге ыңғайлы спортты таңдаған. Біздің енді арманымыз, Алланың қалауымен көк туымызды желбіретіп жүрміз. Енді 8 дүркін әлем чемпионы болғым келеді өзім. 8 дүркін? 8 дүркін. Керемет. Алдымызда енді 6 дүркін қалды ғой. Білмеймін, баяғыдан осы спортты бастаған 8 дүркін деген аузымнан түспейді. Әумин. Сол жастарға айтатын 8 дүркін чемпион болуға Алла берсе, күш қуат берсін. Біз де арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Спортқа келіңіздер, спорт деген жаман емес. Мен қосайын дегем, даже жастарда емес, үлкен кісілер, ой, мен жасым үлкен, қайда барам деп те тоже айтуға да болмайды деп ойлаймын. Себебі біздің мысалы оқ ату спортында пенсиядан шыққан кісілер де бар. Мүмкіндік өте көп, шыны керек, егер адамда өз ынтасы барғысы келетін жаңағы спортқа деген сүйіспеншілігі болса, жасқа қарамайды деп ойлаймын. Даже қазір бір кісілер, жатқан кісілер бар ғой үйде, мысалы ешқай жері қозғалмайтын кісілер бар, төртконечный дейді ғой, төртконечный істемейтін кісілер бар. Мысалы оларда өмірден түңілмесін деп айтатыным, қазір ол кісілерге де спорт бар. Боча деген бізге енді дамып келе жатыр қазір. Ондай доп бар, соны ақырындап лақтырады или былай домалатып жібереді. Сондай спорт түрлері бар. Даже сол кісілерге спорт түрлері бар.
келіңіздер, жатпаңыздар, қоғамға араласу керек. Осы әңгіменің барлығынан бір түйін, сіздерді спорт тек ол физикалық іс-әрекетпен ғана шектей алмаймыз ғой. Спорт сіздерді тұлға ретінде қалыптастырып жатыр. Өздеріңіз осы спортқа келгелі қандай өзгерістер байқадыңыздар? Өздеріңіздің мысалы қандай бір қабілеттеріңізді арттырды? Немесе бұрын басқаша көзқараста болған дүниелер қазір қалай өзгерді? Ату спортында бізге іштей тыныштық және сосредоточенность дейді ғой, соған үйрендім. Себебі өте әр атқан оқ сабырлы және тек барлық ойыңыз, фокусыңыз тек сол жерде болады, иә? Басқа шудың барлығын өшіріп тастау керек қой. Соған үйрендім. Соны айтайын деп. Яғни сіз бұл дағдыны тек оқ атуда ғана емес, өмірде де қолданасыз. Жаңағы стрессовый ситуация дейді ғой, сол бәріне көніп, спокойствие сақтап, сабыр сақтап, сабырлыққа үйретті. Түсінікті. Бір сөзбен айтып. Жақсы. Азамат Мырза, сіз не айтасыз? Мен осындай жерлерге көп келеміз спортта. Бір өзгергенім менің қоғаммен жақсы сөйлесіп, тіл табысуым жақсарғаны. Оған дейін қоғаммен онша араласпайтын едім. Спортқа келіп, кішкене тіл байлығым ашық бола бастадыңыз. Ашық бола бастадым. Өйткені қай жерге барсаңыз да у деп отырмайсың. Уже қай жерде ошибкалар бар. Камераға да қарап, даже камераға қарап сөйлей алмайтын едім. Даже бір сөзімді ұмытып қалатын. Қазір ақырын үйреніп жатырмын. Ойлау қабілетім, адамдармен қарым-қатынасым жақсарды деп ойлаймын. Керемет. Маған шүкіршілікке үйретті. Себебі қанша спортшы көрем. Мысалы, менің қасымда атты бір қыз, қолы жетілмеген, кішкентай ғана, сол қызды атып, қарап мәз болдым, таң қалдым. Сол шүкіршілік етеді екенсің әр адамдарға қарап. Енді мүмкін осы біздің подкастымыз себеп болар бір қандайды бір өзгерістерге, жақсылықтарға. Сол үшін сіздер өз спорт түрлеріңізде қандай өзгерістер қалар едіңіздер? Мысалға, қазір сіздерге мүмкін қалайтын бізге жаттығуымызға осындай нәрсе болса, немесе жалпы тек өзіңізге қатысты емес, жалпы пара спортқа қатысты мүмкін ұсыныс тілектеріңіз болса. Мен жаңа соп дедім ғой, тағы да сондай бір ашса деп ойлаймын. Именно жаңа параға арналған, себебі инвалидтерге өте көп жағдайлар керек, пандус дегендей, нелер дегендей. Сол жеке ашса күшті болар деп ойлаймын. Яғни параспортқа арналған нысандардың саны артуы керек, түсіндім. Дұрыс, қазіргі мына осы біздің қоғамда осы видеоға түсіп, қанша мүмкін шектеулі жандар көріп жатыр. Жылдан жылға қазір көбейіп жатыр. Үйінде жатқан кісілер тұрып жатыр, спортқа келіп жатыр. Соған бізге жан-жаққа, мысалы, әр облыста бар ғой, соған әр облысқа деп бізде енді қанша облыс, 5 облыс ба? Барлық облысқа деп айтпаймын, барлығына бір Астанада бар ғой бізде пара спорт комплекс. Сондай бір орталыққа қайда болсын бір кешен ашса, бәрімізде бәрі сонда барып, әртүрлі спорт түрінен сол жерде жаттығатын едік. Жаңағы сбор болған кезде сол жерде барлығы жататын жер деген сияқты. Бізде қоғамның ішіне кіріп, тоже еще спортшылар көбейеді. Айтатын сол әр жерге барып жүрмей, бір жерге барып, бір-бірімізден тәжірибе аламыз ол жерде. Қазіргі ең жақсы нысан сол жерде, жаңа Астанадағы жаттығу орталығы ғой. Бізде біреу ғой осы неде пара. Өзі жалғыз ғана. Жалғыз, Ол жерде барлық спорт түрлері бар. Талдықорғанда бар ғой, пара. Түсінікті. Стадион бар ғой.
Жақсы. Көп рахмет. Өте пайдалы нәрселер айттыңыздар. Шынымен де жігерлендіретін, қарап отырған адамдарға шынымен көп нәрсеге қайтадан ой шолып, ой жүгіртіп ойланатындай дүниелер айтылды деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Арман мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Біз тек сол туралы хабар таратып, осындай бағдарламалар жасайық. Осымен Барыстар спорт жобасының алғашқы шығарылымы тәмам. Әр көрерменге пайдалы болды деген үміттемін. Біздің арнамызға жазылып, қолдау көрсетіңіздер.